Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгінгі тақырыбымыз тақуалық жайында болмақ. Тақуалық дегеніміз не? Тақуа дегеніміз тілдік мағынасына келетін болсақ, аз сөйлеу, қорғану, сақтану, әдепсіз істерден, тыйым салған нәрселерден сақтану. Ал шариғат мағынасында келетін болсақ, тақуалық дегеніміз Алла Тағаланың тыйым салған нәрселерден сақтанып, әдепсіз істерден аулақ болу. Құран кәрімде көптеген жерлерде тақуалық жайында баян етеді. Инна акрамакум индаллахи атқакум дейді. Шынымен де Алла Тағаланың құзырында ең көркемділерің тақуалың дейді. Тағда бір аятта я аyyuhalladina amanu тақуллаха вал тандур нафсум ма қаддама лиғад. Ей иман еткендер, Алладан шынайы қорқыңдар. Әр адам ертеңгі күнге не дайындағандарын көрсін. Ваттақулла инналлаха хабирум бима та'малун. Шынайы Алладан қорқыңдар. Алла Тағала сендердің не істегендеріңнен хабардар дейді. Көріп отырсыздар, Алла Тағала осы тақуалық жайында көптеп баянда келіп, өзінің тыйым салған нәрселерінен тыйылу керек екендіктерін бізге баян етеді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тақуалық жайында былай дейді: Ат-тақуа ха-хуна юширу иля садрихи саласа марратин. Ал тақуалық дегеніміз бұл жерде дейді, кеудесін ишарат етіп отырып, біздің жүректерімізде болу керек тақуалық. 3 рет ишарат етті дейді жүрегіне. Одағы мақсат жалпы біздің тақуалық дегеніміз сыртқы көріністерімізден емес, сақалымыздың ұзын болғанынан, киімдеріміздің әдемі болғанынан, балақтарымыздың қысқартуынан емес, жүректеріміздің Аллаға деген сенімі, Алланың бұйырғандарын орындап, тыйым салғандарынан тыйылу, ол тақуалық деп айтылады. Ал атақты сахаба Абу Хурайра радиаллаху анхтен тақуалық жайында сұраған кезде, сіздер тікені көп жолдардан жүріп көріп пе едіңіздер дейді. Сұрап отқандар, я дейді. Сол жолдан қалай өттіңіздер дейді. Біз тікендерден абайлап өттік, сақтанып өттік дейді. Сонда Абу Хурайра радиаллаху анху, я, тақуалық деген сондай сақтанып, қорғанып, абайлап өту дейді. Алла Тағаланың тыйым салған нәрселерінен сақтанып жүру, ол да үлкен бір тақуалықтың белгісі. Қазақ адамымыз айтпай ма? Жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі деп. Сол үшін де біз тақуалық болып жүру, ол тыйым салған шариғат заңдарынан ас кетпей, Алла Тағаланың бүкіл істерімізде бақылап тұрғандығын байқауымыз керек. Тақуалық деген арнайы іздеп, уақыт сәтін күтіп жасайтын амал емес. Алладан қорқу, күнәлерден сақтану күнделікті тіршілігімізде орын алуы тиіс. Өйткені шариғат сөзін тыңдаған адамның үйіне бақыт ұялайды. Бұл жайында Алла Тағала Құран кәрімде Кираман катибин я'ламуна ма таф'алун дейді. Кираман катибин деген періштелер бар. Сендердің әрбір істеп тұрғандарыңда бақылап жазып отырады дейді. Бұл аяттың өзі бізді тақуалыққа үндейді. Тақуа пенде мол сауапқа кенеледі. Екі дүниеде де игілікке бөленеді. Тақуа адамның дұғасы әрдайым қабыл болады. Тақуа адамды Алла Тағала өзінің мейірімі мен сүйіспеншілігіне, рақымына бөлейді. Дұғасы да қабыл болады. Алла Тағала біздерді өзінің тақуа құлдарын қатарына салуға Алла Тағала нәсіп етсін. Уа ахиру дa'wana ва алхамдулиллахи раббил аламин.